урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз эли мынакей азыр болсо биз парадтын астында турабыз. Кыргызстан биринчи чыгабыз, андыктан баарыңыздар бизден алыстабай, биздин курама команда баардыгын колдоп туруңуздар. Азыр сонун ачылыш болот, андыктан баардык спортчуларга Где твой голос, трибуны? Тихо. А Кыргызстан? Ну, тоже не громко. Я дәл қазір 105 келі салмақтағы спортшылар бақталысында ресейлік Татаринов Никита және қырғызстандық Атайбекұлы Келдібек. Есеп 1-0. Қырғыз спортшысы алдына келе жатыр. Поддержим обоих атлетов. Красивую борьбу показывают спортсмены. Атайбекұлы Келдібек жеңіске жетті. Бұл айналымда канадалық Митчел Джеймс бос. Атайбекұлы Келдібек, Қырғызстан. The first place award goes to Атайбекұлы Келдібек, Кыргызстан. Қаржылай сертификаттарды табыстау үшін Халықаралық мас рестлинг федерациясының бас хатшысы Григорий Иннокентий Юрьевич шақырылады.
To present the certificates, please welcome General Secretary of the International Mass Wrestling Federation, Grigoriy Finokentin Yurievich. Мемлекеттік әнұраны орындалады. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Kyrgyzstan. Бірінші орын алған үшін Абдыкадырова Эльза, Қырғызстан марапатталады. The first place award goes to Abdykadyrova Elza, Kyrgyzstan. Қаржылай сертификаттарды табыстау үшін Астана қаласы әкімдігінің спортты дамыту дирекциясының басшысы Олжас Азатович Акимов шақырылады. To present the certificates, please welcome Head of the Sports Development Directorate of the Akhmat of Astana, Olzhas Azatovich Akimov. Қырғызстан елінің әнұраны. Birimjan Asılmurat, Kazakhstan. Екінші орын алған үшін Бурнашев Владимир, Мексика. The second place award goes to Burnashev Vladimir, Mexico. Және бірінші орын алған үшін Түргінбаев Ұланбек, Қырғызстан марапатталады. The first place award goes to Turgumbayev Ulanbek, Kyrgyzstan. Қаржылай сертификаттарды табыстау үшін Астана қаласы әкімдігінің спортты дамыту дирекциясының басшысы Олжас Азатович Акимов шақырылады. To present the certificates, please welcome Head of the Sports Development Directorate of the Akhmat of Astana, Olzhas Azatovich Akimov.